Құрметті менің оқырмандарым, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қызықты оқиғалардың куәсі болыңыздар. Бақытты бол басқамен. Автобустан түскен соң үйге нан алу қажеттігі есіне түскені қандай жақсы болды. Әйтпесе үйге барып қайта шығар еді. Дүкеннің есігін аша беріп, ар жақтан шығып келе жатқан жанға жол бермекші болып ығыса берді. Кенет әсем деген таныс дауыс құлағына шалынғанда жүрегі дір ете қалды. Мынау таныс дауыс. Шынымен де сол ма? Мүмкін емес деген оймен басын көтергенде қарсы алдында тұрған таныс бейнені көрді. Дәл өзі, түк өзгермепті. Шамалы толысқандай ма, қалай өзі, қанша жылдар өтсе де өнім бермепті. Әсем сен бе? Шынымен де сен бе? Деді. Ағай, сіз бе? Көрісетін күнде болады екен-ау. Бұл қалада қайдан жүрсіз? Іссапармен келгенмін. Ауылға қайтып барамын. Өзіңде нендей жаңалық? Өзгеріпсің, әдемленіп кетіпсің. Жұмыстасың ба? Жеке өмірің қалай? Шүкір, жұмыстан келе жатқанмын. Жеке өмір туралы сұрамасаңыз болмай ма? Ол жағы құпия болып қалсын деп жымиды. Жүріңіз, үйім осы манда, шай ішіп кетіңіз деді. Ниетіңе рахмет, кешкі пойызға билет алғанмын. Келер жолы болмаса. Жақсы, онда мен жүрейін, пойыздан кешігермін. Сау бол деп қоштасты. Аялдамаға қарай аяндап басып бара жатқан жанның артынан қарап тұрып, ойына осыдан 10 шақты жыл бұрын орын алған оқиға оралды. Ендеп едім деп қолынан жұлқылағанда селк ете қалды. Көңілді отырысқа есі кетіп отырған соң орнынан қозғалғысы келмеді. Сыныптасы қолынан тартып қояр емес. Жұрт назары өздеріне ауған соң амалсыз еріне басып қозғалды. Марат қолынан сүйреп аула артына қарай алып жүрді. Қараңғыда не істемексің? Мұнда неге алып келдің? Жібер қолымды деп бұлқынды. Мен едім шақыртқан деген дауысқа қараса, дауысты естіген соң тынышталғандай болды. Алдында тұрған жанды қараңғыда байқамапты, бірақ дауысы сондай таныс. Артына бұрылғанда Мараттың ізінде таппады. Тынышталшы, мен едім шақырып берші деген. Өзіңмен қатты сөйлескім келді. Бүгінгі кеште өзіңді тіпті танымадым десем де болады. Әдеміленіп кетіпсің. Бұрыннан да сүйкімді едің, бүгін ерекшесің. Мұнда үн жоқ. Жүрегі дүрсілдеп барады. Қарсы алдында тұрған сол ағайы екенін түсінді. Неге шақырды екен? Не демекші екен? Сенімен сөйлесіп жүрген бір жан бар деп естідім. Рас па? Мен ауылда болмаған 4-5 айдың ішінде осынша өзгеріп кеттің бе? Оқу бітіргенше мұрсат берсеңші деген сөзіңше, әлде ол менен ерекше ме? Ештененің байыбына бармастан айыптап ала жөнелген жанға қырсығып үндемей тұрып қалды. Басқаның сөзіне сенбей өзіңнен сұрамақшы едім. Рас сияқты ғой, үндемегеніңе қарағанда. Онда не дейін? Бақытты бол. Не дейсіз деді де бұл жұлып алғандай. Бақытты бол басқамен, бар айтарым осы. Рахмет, міндетті түрде бақытты боламын деп тістенген қыз бұрылды да жүгіре жөнелді. Бұл ұнатқан жан осылай айтуы мүмкін бе? Неге байыбына бармады? Өзімде қызықпын. Ешқандай басқаның жоқ екенін, ол адамның бетін қайтарғанымды неге айтпадым? Тіпті бақытты бол деп қояды. Несі бар? Сізсіз де бақытты боламын. Көрде тұрыңыз деп таң атқанша дөңбекшіп шықты. Таңды қарсы аламыз деген сыныптастарынан қалып қойғаны бекер болған. Енді міне манағы оқиға есінен шықпай көңілі құлазып жатқаны. Бастапқы әзірде тәжірибеден өтіп жүрген ағайының сабақ үстінде бұған ұрлана қарайтынын байқамапты. Кейін бірте-бірте ағайы екеуінің көздері түйісіп қала беретін болғасын ыңғайсыздана бастады. Ұрлық жасаған жандай қызарақтап қалатын. Қыздар да қу ғой, осы ағай саған көп қарайды деп мазақтауларын қояр емес. Бұл болса қойыңдаршы, жай қарайтын шығар. Ол ағай, мен оқушымын деп ақталатын. Көбіне үйден шыға қоймайтын мұны сыныптасының бірі кешкі биге шақырмасы бар ма? Ата-анасынан сұранып еді, қарсылық білдіре қоймады. Тәуір деген киімін киіп би кешіне келгенде
Бұған бәрі таңырқай қараған. Би кеші аяқталған соң шақырған сыныптасын күтіп есік алдында тұрған. Біреу келіп жетектеп ала жөнелсін. Кім екенін аңғарып үлгермеді. Алақаны жып-жылы. Жетектеп келеді, тоқтар емес. Кімсің? Жібер қолымды. Марат, сен бе? Неге сүйреп келесің? Тоқтасаңшы енді. Клуб алдына жиналған жандардың қарасы үзілді-ау дегенде жетектеп келе жатқан жан тоқтай қалды. Менмін. Қорықпа, тиіспеймін. Тек сөйлесейін дегенмін. Осылай жасамасам басқаша мүмкіндігім болмады. Би кешіне де келмейсің. Не кешкі серуенге шықпайсың. Нағыз үй күшік екенсің. Сенімен сөйлесу үшін Маратты жұмсауыма тура келді. Сөйлеп жатқан жанның ағайы екенін даусынан бірден таныды. Ағай, сіз бе? Дәл таптың. Бірақ ағай демеші. Оңашада атымды атауыңа рұқсат. Мен тіпті ағай емеспін. Тек тәжірибеден өтушімін. Дипломды енді аламын. Сонда да бізге сабақ бересіз. Қолымды жіберіңізші. Қатты қысып алыпсыз. Менің үйге қайтуым керек. 5 минут уақытыңды қишы. Өзіңмен сөйлесейін деп едім. Шыныңды айтшы, жігітің бар ма деп сұрақты төтесінен қойды. Оны қайтесіз? Жауап беруге міндетті емеспін. Әрі сіз ағайсыз. Сұрағыңыз қызық екен. Ағайлар оқушылармен олай сөйлеспейді. Біріншіден, мен әлі ағай емеспін дедім саған. Екіншіден, сабақ уақытынан тыс сөйлесіп тұрмыз. Үшіншіден, сен маған ұнайсың. Сондықтан білгім келеді. Сіз тым жылдам екенсіз. Керісінше, сіз маған ұнамайсыз. Жіберіңіз, кетуім керек деп даусы қатты шықты. Білем, сен ешкіммен сөйлеспейсің. Бәрін сұрап алғанмын. Енді бүгіннен бастап менің қызым боласың. Айттым, болды. Мен саған үйленемін. Жазда диплом аламын. Қаласаң тойды бірге жасаймыз. О, ағай, қатты кеткен жоқсыз ба? Мен оқушымын. Әрі сізге тұрмысқа шығатыныма сенімдісіз бе? Деді ашуланып. Ашуланғанда тіпті сұлуланып кетеді екесің. Қараңғыда қайдан көріп тұрсыз? Тіпті мен сізді тек даусыңыздан ғана танып тұрмын, деді бұл. Өзіңді бақылап жүргеніме біраз болды. Сабақ үстінде байқамайсың ба? Болды, айттым. Сен менің қызымсың. Басқа ешкіммен сөйлеуші болма. Тек өзіме ғана қарайтын бол. Ертеңнен бастап сабақ үстінде саған қарауды қоямын. Бірақ басқа уақытта екі көзім сенде болады. Осылай би кешінде кездесеміз. Жүр енді, үйіңе жеткізіп салайын деп қолынан ұстай алды. Мұндай әрекетті күтпеген бұл дыбысын шығара алмады. Үйге келген соң жүрегі тыпыршып болды. Не болып кетті өзі деп. Жігітпен жүрмеймін деп өз-өзіне сет бергені қайда? Ағайына қарсы сөз айтылмаған емес. Қызық, менің қай жерім ұнапты? Миыңда мың сұрақ болса да жауабын таба алмады. Осылайша би кешінен қалмауды шығарды. Ағайы сабақ үстінде көзінің қиығында салмайтын болды. Уақыт зымырағаны соншалық 2 айда өтіп кетті. Бүгін де би кешінде кездесеміз деген оймен шыққан бұл ағайын көре алмады. Кештен соң Марат, сені жеткізіп тастайын, мынау саған деп қолына қағазды ұстатты. Үйге жеткенше асықты. Бөлмесіне келе сала шешінбестен қағазды оқи бастады. Ағайынан екен. Аяқ асты шаруаларым шығып, қалаға тезірек қайтуым керек болды. Қысқы демалыста келемін деп жазыпты. Бауырларымен теледидар қарап жатыр еді, бір кезде терезе қағылды. Ата-анасы қонаққа кеткен болатын. Сырттарынан құлыптаулы. Үркектей қараған бауырларына жата беріңдер. Кім екенін көріп келейін деп сыртқа беттеді. Жарықты жағып кім деп дауыстады. Мен деген дауыс шықты. Сіз бе ағай, қайдан жүрсіз? Ата-анамыз сыртымыздан құлыптап кеткен. Білемін. Өзіңнің дауысыңды естігенше шыдай алмадым. Осылай сөйлессек бола ма, деді. Бауырларым қорқып қалар. Басқа уақытта болмаса. Ата-анам келген соң біреу келді деп айтып жүрер. Қазір кете беріңіз деп ішке еніп кетті. Бауырларыңа қорықпаңдар, келген көрші апа деп айтуыңа тура келеді. Әдеттегідей би кешінен соң ағайы үйіне жеткізіп салды. Тек әзірге дайын емес екенін, жоғары оқу орнына түскісі келетінін, өзінің оқу бітіргенше күтуін өтінді. Қысқы демалыс аяқталып, ағайы оқуына кетті. Бұл би кешіне баруын доғармады.
Кезекті би кешінен соң тағы бір сыныптасы өзім апарып саламын деп еріп шықты. Сыртқа беттей бергенде қастарына тағы бір жан ілескенін байқады. Қараңғыда танымады. Бөтен жанның ере шыққаны жақсылық емес екенін түсінсе де, тезірек үйге апарып тасташы деп сыныптасын жетелей жөнелді. Келесі күні сабаққа келген соң сыныптасынан кешегі жанның кім екенін сұраса айтпады. Артынан біле жатарсың деп басын алып қашты. Кім болса да маған енді келмесін деген сәлемін жеткізді. Келесі би кештеріне барғысы келмеді. Мемлекеттік имтихандардың да уақыты жақындап қалған еді. Соған дайындалуына тура келді. Мемлекеттік имтихандарын ойдағыдай тапсырып, мектеп бітіру кеші басталған болатын. Сол мектеп бітіру кешінен соң ол жанды көрген емес. Өзі асыға тосқан адамының еш нәрсенің байыбына бармастан бақытты бол басқамен дегенін түсінбеді. Бұл болса ағайын тағатсыздана күтумен болды. Әртүрлі қиялдарға берілетін. Сол кездегі ауыл арасында тараған ағайынның жақында үйленетіні туралы қаңқу сөзге де сенбеген. Демек ол бұның балалық сезіммен ойнаған екен ғой. Тезірек құтылу үшін басқамен сөйлестің деп айып таққаны ма? Арманы орындалып, басқа қалаға оқуға түсті. Оқуын аяқтаған соң осында қалды. Ауылына сирек баратын. Көбіне ата-анасы өздері келетін. Кейінірек ол жанның сол жылы үйленгенін естіді. Алғашқы махаббаты болған соң ба, жүрегінің түбінде жылы сезім жасырулы болатын. Бүгінгі кездесуден соң көрген сәтте жүрегі дір етсе де, ол жанның өзіне тиесілі еместігін түсінді. Осынша жыл босқа уақыт жоғалтқанын, өзін сүйген жанды жанына жолатпай алшақта ұстап жүргенін ұққандай болды. Қолына телефонын алып, таныс нөмірді тере бастады. Алғашқы болып қадам жасамақ. Мен міндетті түрде бақытты боламын деп қайталаудан танбады.